Жұмыла көтерген жүк жеңіл. 3 жасар Айкүніс Сәрсеннің еміне 1 миллиард теңге қаражат жиналды. Бүлдіршінің анасы барша халыққа ризашылығын білдіруде. Орталық саябақта өткен концертте қарағандылықтар сүйінші хабар естіп, қуанышқа ортақтасты. Қарағандылық Айкүніс Сәрсен әлемдегі ең қымбат Зольгензма екпесіне мұқтаж еді. Кішкентай қыздың еміне қаржылай қолдау көрсету 2021 жылдың мамыр айында басталған. Игі іске барша қазақстандық жұмыла 1 миллиард теңге жинап берді. Қазір Айкүніс ата-анасымен бірге Дубай қаласына аттанып ем алуда. Бүлдіршіннің анасы қол ұшын созып, көмек көрсеткен жанашыр жұртқа бейне арқылы шексіз алғысын жолдады. Құрметті қазақ елі, Айкүніске арналған үлкен сбордың жабылып, міне біз бүгін Дубай қаласына жолға шығайын деп жатырмыз. Барша қолдап, Айкүністі қолдаған жандардың барлығына Алла разы болсын. Бізді сбордың басынан бастап барша мейірімді қазақ халқы қолдаған үшін үлкен алғыс айтамыз. Сонымен қатар біздің Қарағанды облысының әкімшілігі, жеке кәсіпкерлер үлкен қолдау көрсетті. Баршаларыңызға үлкен рахмет. Еңбектеріңіз жемісін көріңіздер. Сіздердің арқаларыңызда міне Айкүніс қазіргі таңда еміне барайын деп жатыр. Үлкен рахмет, сәт сапар бізге. Мұның алдында Айкүніске арналған түрлі қайырымдылық іс-шаралар өткен. Енді міне Қарағанды орталық саябағының бас сахнасында қорытынды концерт ұйымдастырылды. 1 миллиард жиналды. Осы Қарағанды қаласы әкімінің қолдауымен, Қазақстанның блогерлері, танымал әншілері, кәсіпкерлерінің қолдауымен 1 миллиард теңге жиналыпты. Сәттілік тілейміз, ем болсын дейміз, Алла шипа берсін. Жиылған жұрт музыкалық кешті тамашалап қана қоймады. Сондай-ақ жағымды жаңалықты естіп, балапанға шын ниетпен ізгі тілектерін білдірді. Айкүністің сбор жабылған естіліп, барынша қуанып жатырмыз. Қолымыздан келгенше көмектестік. Енді Айкүніске әрі қарай ем алып, емделіп кетсін, тезірек балапан жүгіріп кетсін. Ақнұр Мырзатаева, Мержан Жұмамратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.